Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді өзбек халқының ұлттық тағамы хамир хасибтің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды құямыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Ас тұзымызды қосып, шанышқымен осылай араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Енді бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде сиыр етінің фаршы, тартылған еті, осындай ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз және жартылай піскен күрішімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Тынған қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз. Сосын дөңгелектеп, кішкене жабысы ұн сепсеңіздер болады. Бетін жауып, 20 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Жиырма минут өткен соң қамырымызды алып, біреуін жұқа қылып жаямыз, ал екіншісінің бетін жауып, қатып кетпес үшін шетке қоя тұрамыз. Енді үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, жұқа дөңгелек етіп жаямыз.
Қамырымызды өте жұқа қылып жайып алдық. Енді оқтауымызға орап, видеодағыдай кесеміз. Қамырымыздың размерін мантыға кескен қамырдың размерімен бірдей қылсаңыздар болады. Яғни қамырымыз 4 бұрышты болуы тиіс. Қамырымызды орауға оңай болу үшін осылай бәрін қойып алдық. Енді шетіне бұрышына салмасын салып шығамыз. Сосын әр қамырымызды осылай орап шығамыз. Піскен кезде ашылып кетпес үшін оралып біткен жерін осылай астына қаратып қоямыз. Енді булап пісіретін ыдысымызды, яғни мантаваркамызға өсімдік майын осылай жағып шығамыз. Оралған қамырымызды осылай қойып шығамыз. Мантаваркамыздың астыңғы ыдысына алдын ала қайнатып қойған суымызды құямыз. Сосын қайнаған соң үстіне қалған табақтарын қоямыз. Бетін жауып, қатты отты 40-45 минутта пісіріп аламыз. Хамир хасибіміз дайын болды. Менікі тура 45 минутта пісті. Өте ерекше жасалатын өзбек халқының ұлттық тағамы дайын болды. Осылай соуспен немесе арнайы соус пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.